Сәлем достар, бүгінгі видеода ИП-ның налогын есептейтін боламыз, яғни упрощенный ИП-ның. Менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Көптеген пайдалы ақпараттармен өз каналымда бөлісіп отырамын. Упрощенный ИП-да ИП налогымыз 3%, яғни общий оборотыңыздың 3%-ын үкіметке налог ретінде төлеп отырасыз. Ол қалай жүзеге асады? Упрощенкіде жылына 2 рет налоговый отчет жасайсыз. Налоговый отчетты жасағаннан кейін бір айдың ішінде сіз 3% налогын төлеу керек боласыз. Ол 3% налог 2-ге тағы бөлінеді. 1,5% ИПН налог, 1,5% социальный налог. Яғни қа ортасынан 2-ге бөліп, 2 жерге төлем жасайсыз. Оны Каспий арқылы төлесеңіз болады. Мысалы, сіз өзіңіздің 6 айлық отчетыңызды тапсырып жатырсыз. Сол 6 ай бойы сізде 5 миллион оборот болды, яғни табысыңыз болды. Сол 5 миллионның 3% сізге налог болып шығады. Сонда 5 миллионның 3% 150 мың теңге. Мана жоғарыда айтып өткенімдей, осы 150 мың теңгені 2-ге бөлеміз. Яғни жартысы 1,5% ИПН налог, 1,5% социальный налог болады. Яғни 75 мыңнан 2-ге бөлеміз. Енді қараңыздар, социальное отчисление дегенді білесіздер, иә? Мысалы, біздер өзіміздің ИП-мызға ай сайын төлем жасап отырамыз. Пенсионныйға, социальное отчисление, медстрахование деген өзімізге төлеп отырамыз. Сол социальное отчислениеге төлегеніңіз осы социальный налогтан минимально төлесеңізде минусоваться етеді, яғни азайып қалады. 75 мыңды толық төлемейсіз. Мысалы, сіз 6 ай бойы 2975 теңгеден төлесеңіз, онда сіздің социальный налогыңыз 72 мыңда 25 теңге болып кетеді. Ал егер сіз социальный отчисленияны максимально төлейтін болсаңыз, онда бұл социальный налогты мүлде төлемейсіз, тек қана ИПН налогты ғана төлейсіз. Сонда сізде обороттан 3% емес, 1,5% налог төлеген болып есептелесіз. Ол үшін міндетті түрде социальный отчисленияны максимально төлеу керек боласыз. Социальный отчисленияны көбінесе декретке шығайын деп жүрген аналар максимально төлейді. Бірақ қазіргі таңда пенсионный мен осы социальный отчисленияны бірдей қылып тастады. Бұрын мысалы пенсионныйда минимально төлеп, социальныйда максимально төлеп декретке шығып жүрді ғой. Ал қазір ондай жоқ, екеуін бірдей қылып төлейсіз. Социальный отчисленияны максимально төлесеңіз, пенсионныйды да міндетті түрде максимально төлеу керек боласыз. Егер сіз өзіңіздің доходыңызды көбейтіп көрсеткіңіз келсе, мысалға ипотекамен үй алған жағдайда да осы ИП арқылы ипотекамен үй алып жатырған адамдар бар. Ондай кезде сіз пенсионныйға көп құю керексіз. Өзіңіздің айлығыңызды мысалы 500 мың теңге қылып көрсеткіңіз келеді, например, мен ай сайын 500 мың теңге алам деп. Ол кезде 50 мың теңге пенсионныйға құясыз ғой. Сол 50 мың теңгенің процентін сіз уже социальный отчисленияге құятын боласыз. Сол кезде сіздің социальный налогыңыз тағы да азаяды, кәдімгідей азайып қалады. Сонда сізге кәдімгідей жеңілдік болады. Ал егер максимально социальный отчисление құятын болсаңыз, онда мүлдем 1,5% социальный налогты төлемейтін боласыз. Сонда сізде общий обороттан тек қана 1,5% ИПН налог төлейтін боласыз. Ол 75 мың теңге. Ол кезде де сізге кәдімгідей көмек болады. Социальный отчисленияны максимально төлегеннің де пайдасы бар. Егер жұмысыңыз жүрмей, ИП-ңізді жауып қалған жағдайда да жұмысынан айырылған адам есебінде еңбек кезеті арқылы тіркеліп, жұмыстан айырылған пособие бар ғой, соныған заявка тастай аласыз. Сол сіздің социальный налогыңыз, отчислениеңізді қаншалықты көбірек құясыз, соншалықты сіздің ақшаңызда көбірек назначение болады. Оған да бір көмегі бар. 2025 жылы тағы да өзгерістер болады. Яғни айлық көрсеткішіне байланысты өзгереді. Максимальный айлық өзгереді, минимальный айлық өзгереді. Сол кезде бізде төлемдерде өзгеріс болады. Оны бұйырса келесі жылы 2025 жылы сіздерге салатын боламын. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіз. Менің YouTube каналымда ИП төлемдерін Каспий арқылы қалай төлеуге болатынын, қалай төлеудің оңай жолдары бар. Сол туралы тағы да видеолар салатын боламын. Менің каналымда көптеген осы ИП мен декретке шығайын деп жүрген аналарға, немесе осы ИП туралы ақпараттар, налогтар барлығы да бар. Тағы да не туралы, қандай мәселе туралы сіздерге видео шығарайын.
сол туралы комментарийға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде келесі видеомда сол тақырып туралы видео түсіретін боламын. Жалпы менің YouTube каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, және колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.